Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін осындай каракулевый торт жасайтын боламыз. Ол үшін керек заттар: 2 жұмыртқа, 3 стакан ұн, жарты стакан қант, 4 ас қасық сары май, 4 ас қасық сүт және жарты шай қасықтан төмендеу ас содасы, уксуспен погастетілген, және грецкий орех, оны блендерден өткізіп алдық. Одан кейін 1 пачка сары май және 1 банка сгущенка. Жұмыртқа мен қантты араластырып аламыз. 4 ас қасық сүтті қосамыз. 4 ас қасық сары майды қосамыз. Жақсылап араластырып, 3 стакан ұнды қосамыз. Бұны да жақсылап араластырдық. Міне осындай қамыр дайын болды. Енді бұны жарты сағат холодильникке қойып қоямыз. Холодильниктен алып, осындай 4 бөлікке бөлеміз. Енді үккіштен өткізіп, противенге саламыз осылай. Духовкаға 10 минут пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді сәл суығаннан кейін қолмен осылай үгітіп аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді торт шығады. Каналға тіркеліп, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Енді грецкий орехті қостық. Достар, міндетті түрде осы видеода көрсетілгендей ретіменен жасаңыздар. Ең бірінші міне грецкий орех міндетті түрде. Бұдан кейін сары майды қосамыз. Сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді сгущенканы қостық. Бұны да араластырамыз осылай. Мінеки осылай тарелкаға саламыз. Егер перчатки кимейтін болсаңыздар, қолдарыңызды міндетті түрде суға матырып жасаған дұрыс. Әйтпесе, сгущенка қолға жабысып жасауға қиын болады. Өте керемет дәмді торт.